28 сәуірге арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, бүгінгі күні сізді белсенділік, жігерлілік және өзіңізге деген сенімділік сүйемелдейді. Көптеген тоқтыларда жасырын таланттар оянып, бұл маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі. Ешқандай кедергілер сізді тоқтата алмайды. Барлық істерді жалғыз шешуге тура келмейді, айналаңыздағылар өздері көмек ұсынады. Келісім шарттар жасауға немесе бизнесті бастауға қолайлы күн. Жаңа нәрселерді үйрену үшін де жақсы уақыт. Алған білім ұзақ уақыт есіңізде қалып, жақында пайдалы болады. Торпақ, бүгінгі күні әрқилы өтеді, сондықтан тосын сыйларға дайын болыңыз. Кейбір торпақтарға жұмыс мәселелерінен үй шаруасына ауысуға тура келеді. Дегенмен барлық қажетті нәрселерге үлгересіз. Бұл ісіңізге практикалық көзқарас, басымдықтарды дұрыс қою және ұсақ түйектерге алаңдамау көмектеседі. Беделді адамдармен байланыс орнату мүмкіндігі туады, олар кейін сізге пайдасын тигізеді. Жеке өмірде бәрі күткендей бола бермейді, бірақ елеулі қиындықтар болмайды. Кеш достармен кездесуге және еркін әңгімеге қолайлы. Егіздер, сізді өте жемісті күн күтіп тұр. Ең қиын тапсырмаларға да батыл кірісіңіз, олар сіздің қолыңыздан келеді. Кейбір егіздер кез келген нәрсеге алаңдауы мүмкін, бұл жұмысына кедергі жасайды. Эмоцияларды жеңу үшін өзіңізге уақыт беріңіз, сонда бәрі ойдағыдай болады. Тәжірибелі адамдардың кеңестеріне құлақ асқан артықтық етпейді. Сіз айналаңыздағы адамдардың ықыласына ие боласыз. Бәсекелестерді басып озуға көмектесетін маңызды ақпарат аласыз. Жақындарыңызбен маңызды мәселелерді талқылауға қолайлы күн. Шаян, күннің бірінші жартысында ұсақ түйек қиындықтардан қашып құтыла алмайсыз. Олар сізді сәл қобалжытса да шынайы алаңдауға негіз болмайды, және сіз эмоцияларды тез ақ жеңесіз. Көптеген шаяндарға жеке күшпен жұмыс деген дұрыс болады. Маңызды, кейде жаңа мәселелерді шешуге дайын болыңыз. Алдымен сәл қиналсаңыз да, бәрі ойдағыдан да тез әрі оңай шешіледі. Сонымен қатар пайдалы жаңа нәрсені үйрену мүмкіндігі туады, оны жіберіп алмаңыз. Арыстан, бүгін сіздің амбицияңыз айтарлықтай артады, кейбір жағдайларда бұл кедергі келтіруі мүмкін. Егер сіз тәкаппарлықпен қырсықтық көрсетсеңіз, бұл айналаңыздағы адамдарға ұнамайды. Бірақ энергияны дұрыс бағыттай алатын арыстандар керемет жетістіктерге жетеді. Қиын тапсырмалармен бетпе-бет келесіз, бірақ табандылық пен тапқырлығыңыздың арқасында оларды жеңесіз. Күннің екінші жартысында өз істеріңізден қол үзіп, жақындарыңызға көмектесу қажет болады. Бұл қарым-қатынастарды нығайтуға көмектеседі. Бикеш, күннің бірінші жартысы ерекше сәтті өтеді, сол мүмкіндікті пайдаланыңыз. Көптеген бикештер тіпті бастапқыда бейтарап немесе теріс көзқараста болған адамдарды өздеріне тарта алады. Сіз басқалардың мотивтері мен мүдделерін оңай түсініп, өзара тиімді ұсыныстар жасай аласыз. Табысыңыздың артуы мүмкін. Қызметті романдардың басталуы да ықтимал. Кешке қарай шаршаудан тітіркену пайда болуы мүмкін. Сондықтан маңызды істер мен күрделі әңгімелерді кешке қалдырмаңыз. Күш-қуатты қалпына келтіру үшін жағымды істерге уақыт бөлген жөн. Таразы, эмоциялық серпіліс пен оптимистік көңіл-күйдің арқасында көптеген мәселелерді сәтті шешесіз. Кейбір таразыларға аға әріптестердің немесе тәжірибелі туыстардың пайдалы кеңестері көмектеседі. Өз істеріңізден сәл уақытқа бас тартып, жақындарыңызға көмектесуге тура келуі мүмкін. Бұл сізге ауырлық тудырмайды. Күннің екінші жартысында ауқымды жобаларды бастамаған жөн. Бастаған істеріңізді аяқтаңыз, айналаңыздағылардың көмегіне қатты сенбеңіз, алдымен өз күшіңізге сүйеніңіз. Уәде беруге асықпаңыз, оны орындау қиын болуы мүмкін. Шаян, күн біраз шиеленісті басталады. Ешқайда асықпаңыз, сабыр сақтап, кез келген жағдайда сақ болыңыз. Көптеген шаяндарға тіпті бұрын жақсы тіл табысып жүрген адамдармен де түсіністікке жету қиын болады. Әдеттегі өзіңізге таныс міндеттерге назар аударған дұрыс, өйткені олардың нәтижесі толықтай сізге байланысты болады. Біртіндеп жағдай жақсара бастайды. Үзіліп қалған байланыстарды қалпына келтіріп, бұзылған қатынастарды түзетуге мүмкіндік туады.
Кеш уақыт достармен немесе көптен көрмеген туыстармен кездесуге қолайлы. Мерген бүгін жоспарланған істердің бәрін күткеннен тез әрі жеңіл аяқтайсыз. Көптеген мергендерге сенімді серіктестердің көмегі қажет болады, әрі олар көмектесуге дайын. Кез келген жағдайда сабырлы боласыз. Ұсақ түйек күтпеген жағдайлар негізгі мақсаттарыңыздан тайдыра алмайды. Өзіңізді жақсы қырынан көрсетіп, басшылықтың көзіне түсу мүмкіндігі болады. Сіздің тартымдылығыңыз да артады. Кешке қоғамдық орындарға бару жақсы идея болады. Пайдалы таныстар орнатып, жақсы уақыт өткізе аласыз. Тәуешкі күн сәтті өтеді, егер шын ниетпен тырыссаңыз. Таңертең үй шаруасы сіздің жоспарланған істеріңізге кедергі келтіруі мүмкін. Бірақ сіз оларды тез шешесіз. Бос уайымға уақыт жоғалтпаңыз, сонда дұрыс шешім қабылдап, жағдайды дұрыс бағалай аласыз. Көптеген тәуешкілер күрделі келіссөздерді сәтті жүргізіп, маңызды жобаларды ілгерілете алады. Күннің екінші жартысы сәтті болмақ, сондықтан мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Лидерлік қасиеттеріңізді көрсетуге және мансаптық өсуге жол ашуға мүмкіндік бар. Су құйғыш бүгінгі күні сізге сәттілік серік болады. Күш-қуат пен энергияның артуы арқасында үлкен көлемдегі жұмысты атқарасыз, ал оптимистік көзқарас қиындықтардан шегінуге жол бермейді. Көптеген су құйғыштар ерекше тартымды болады, бұл айналасындағылардың назарынан тыс қалмайды. Басшылықтың қолдауына ие болу және ықпалды қамқоршылар табу мүмкіндігі бар. Сіз адамдарды өзіңізге тарта аласыз. Жаңа таныстықтар көп күттірмейді. Ұзақ достықтың, жемісті ынтымақтастықтың немесе романтикалық қарым-қатынастың басталуы мүмкін. Балықтар бәрі сіз күткендей бола бермейді. Жағдайға бейімделу қабілеті сізге барлық қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Күннің басында көптеген балықтар тиімді келісімдер жасайды және келешегі зор байланыстар орнатады. Күтпеген жерден қолдау алу мүмкіндігі бар. Сапарды бастау үшін қолайлы уақыт. Күннің екінші жартысында істерде аздап шатасу болуы мүмкін. Отбасылық мәселелер сізді алаңдатуы мүмкін, бірақ үлкен қиындықтар болмайды. Асықпаңыз және өз интуицияңызды тыңдаңыз, ол дұрыс шешім табуға көмектеседі.